Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге өте дәмді дастарханыңыздың сәнін ашатын, ет тағамымен бірге жасалатын, фунчоза салатын жасап көрсететін боламын. Ешқандай да чимчен соусын қолданбаймыз. Маңызды жерін жіберіп алмау үшін видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Барлығын асықпай толық түсіндіретін боламын. Ең бірінші етімізді осылай ұсақтап, яғни ұзынша етіп турап алатын боламыз. Менде қазір сиыр еті, алдын ала сіздерге түсінікті болу үшін турап дайындап қойдым. Және де бізге осындай магазинде фунчоза деп аталатын лапшасын аласыздар. Міндетті түрде жіңішкесін алыңыздар. Сол кезде өте әдемі болып шығады. Осы фунчоза лапшасын үлкен табағымызға салып, үстіне сақырлап қайнап тұрған ыстық суды құйып, осылай батырып қоямыз. 15 минутқа қалдырамыз. Фунчозаның лапшасы дайын болам дегенше табамызға кішкене ғана сұйық майды құйып, жаңағы соломка етіп турап алған етімізді жақсылап қуырып аламыз. Орташа отта осылай араластыра отыра, кішкене ғана үстіне суды құйып және тұзын салып, қақпағын жауып 15 минутқа піскенше бұқтырып қоямыз. Ендігі кезекте салатқа қосатын көкөністерімізді тураймыз. Осылай тәтті бұрышымызды жақсылап жуып, соломка етіп турап аламыз. Мен осылай сары және де қызыл түсінен қолдандым. Сіздерге қандай түсі ұнайды, сондайдан қолдана берсеңіздер болады. Екінші кезекте қиярымызды да дәл осылай жіңішке етіп, барынша жіңішке етіп турасаңыздар, өте дәмді болып және әдемі болып шығады. Үшінші кезекте сәбізімізді осындай арнайы корей күшінен теркадан өткізетін боламыз. Осылай қолыңыздан турағаннан гөрі осылай соломка етіп өткізіп алғаныңыз өте әдемі көрінеді. Мінекей бізде 15 минут өтті. Лапшамыз осылай есе көлемде болып, астындағы қалған суларын төгіп тастаймыз да, салқын суға 1 литр шайып алып, қайшымен осылай әрбір бөліктерін осылай қиып шығамыз. Өйткені лапшамыз өте ұзын болғандықтан, қазір бізге жеуге ыңғайсыз болады, сол үшін қайшымен қиып аламыз. Лапшамыз дайын болғаннан кейін үстіне алдын ала туралған қиярымыз, сәбізіміз және тәтті бұрышымызды және дәл осы кезде етімізді қуырылып болады. Етімізді де салып қоятын боламыз. Және де фунчозаға арналған осылай приправаны бір ас қасықты толтырып, осылай толықтай салатын боламыз. Дәміне қарай кішкене бір шай қасықты толтырмай тұзымызды саламыз. Және де осындай соевый соуста 2 ас қасықты толтырмай құйып, осы салаттың үстіне қосатын боламыз. Егер салатқа қосқыңыз келмесе, етті қуырып жатқан кезде етке қоссаңыздар да болады. Ең соңында сарымсағымызды осылай үкіштің майда көзінен өткізіп, теркадан өткізіп алатын боламыз. Осымен салатымыз дайын болды. Жақсылап толықтай астын үстіне дейін аударып, толықтай араластыратын боламыз. Құрметті менің көрерменім, егер видеом сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Мінекей салатымыз осымен дайын. Шамалы 2-3 сағатқа қалдырсаңыздар, өзінің суы шығып, соғы шығып, өте дәмді бола түседі. Дастарханыңызға ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Гүлзая ас болсын.